Менің ұзақ жылдар бойы онкологиямен ауырғанымды, сол аурумен күрескенімді, сол ауруды жеңіп, қазір осылай әдемі өмір сүріп жатқан көп адамдар біледі. Бірақ мен онкологиядан жазылу үшін қандай әрекеттер жасадым айтпаған екенмін. Жайлап осылай бөлісіп бастасам деген ниеттемін. Өйткені қабылдадым, мен мойындадым, адамдарға ашылып бастадым, ол норма екен, ол үшін мені ешкім хейт етпейді екен. Сол үшін жайлап бөлісіп бастадым. Мен де ішкі сезімдермен күресіп жүрген сен сияқты адамдардың қатарынамын. Ең бірінші мен сол бір ауруды соңғы сөздерін естіген кезде болды, барлығы айқын көріне бастаған кезде үйге келіп не деді. Мен жылаған жоқпын. Ол кезде мен былай айттым: Аллахпен тікелей, ешқандай маскасыз, жоқ мен жеңем, осы дәріні ішсем жеңем деген емес, мен мойындадым. Менің қолымнан келмей жатыр. Мен не жасасам да бәрі артқа кетіп жатыр. Денсаулығымның бәрі артқа кетіп жатыр. Жаман анализ, жаман дүние, қайта операция. Сол кезде Аллахтың алдына келіп былай дедім: Аллахым, мен ауырам. Мен мойындаймын ауырып жүргенімді. Менің анализдерім дұрыс емес екенін мойындаймын. Бірақ мен жасым небәрі 25-те ғой. Мен сенің жаратқан әдемі әлеміңді көрген жоқпын ғой. Мен хотя бы сол дүниелерді көрейінші. Мен өзім үшін жазылғым келеді. Мен екі балам үшін, ата-анам үшін, бауырларым үшін, или басқа бірдеңе үшін жазылғым келген жоқ. Мен өзім үшін жазылайыншы осы бір аурудан. Мен бір әдемілікті көрейінші. Осы 25 жасқа дейін, 18 жаста үйленіп, 27 жылдың ішінде мен көрмеген екенмін. 7-8 жыл ішінде. Хотя мен тау көрейін. Нормально, мен әдемі тамақты сүйсініп жейінші. Өйткені мен көп тамақ жей алмайтын едім да, ауырады, асқазаным ауырады. Дәрілерден асқазаным құраған. Осылай сұрадым. Получается, бұл жердегі менің білмеймін, болмау, біреуге бір әдемі бір смысл болуы мүмкін, болмауы да мүмкін, бірақ мен сол кезде солай айттым. Ең бірінші менің онкологиядан жазылуыма көмектескен ең бірінші кірпіш, ең бірінші фундамент ол осы болды. Мен сенің жаратқан әдемі әлеміңді көрейінші. Мен төсек тартыбыдан 18-20 дәрі ішуден шаршадым. Мен просто так әшейін тамақ ішіп, сенің әлеміңді көріп кеп тыныш өмір сүрейінші деген дүниені сұрадым. Соңы не болды? Сол кішкентай бір ғана сезімнің соңы не болды? Соңы міне әдемі әлем болды, әдемі өмір болды, жұмыстың жүруі болды. Сол кезде мен баланы да ойлаған жоқпын, мен ешкімді ойлаған жоқпын, мен өзімді ойладым. Осылай менің новый өмірім басталды. Неге мен сол уақыттарға дейін 4 жыл бойы жазылуға болар еді? Организм жас, организм нормальный, жаспын, дәрілер ішіп жатырмын. Неге мен сол уақыттарда жазылмадым? Өйткені өзімді жертва жасадым. Мен өліп қалсам балалар не болады? Мен өліп қалсам не болады? Ойбай, балаларды асырайтын жоқ. Қой, осы екеу үшін өмір сүрейін, Қой, анау ұят болады, мынау ұят болады. Ажырасып келгеннен кейін бейшара болып өліп қапты деген ой. Біреудің ойы, біреудің сөзі не болады екен? Біреу не болады екен? Бала не болады екен? Ата-ана не болады екен? Барлығына өзіңді жертва қылып беру и соларды ғана ойлай беру. Получается, менің миым олар үшін жазылғысы, менің организм олар үшін новый өмір сүргісі келмеген. Ол өзі үшін өмір сүргісі келген. Ол өзі үшін әдемі жүргісі келген. Өзі үшін әдемі тамақ ішкісі келген екен да. Осы бір ой, осы бір сөз, осы бір ниет, осы бір Аллахтан сұраған дұғамның нәтижесінде мен онкологияны жеңдім. Одан кейін этаптар көп болды. Оны алдағы уақытта бөлім қылып түсіретін боламын. Не істедім, қалай жасадым. Енді медициналық жағдайға байланысты қандай дәрілер ішкенімді айтпаймын, өйткені ол әркімнің организміне, этапына байланысты бөлінеді. Бірақ именно мен сол дүниелер үшін не жасадым. Мына жерде мен дүниені айтқым келеді. Тек қана мен Аллахпен сөйлесуім, дұғам болды, мен содан жазылып кетті. Ол дұрыс емес. Ол 60% құрады.
өзіммен жұмыс жасауым, Аллахпен байланысым, сұрауым, тұрақты түрде жасаған әрекеттерім ол 60%. 40% медициналық дәрілердің көмегі болды. Осылай комплексно болған кезде мен кәдімгідей онкологиядан жазылып, өзімнің жаңа өмірімді сүріп бастадым. Арамызда қазір ауырып отырған адамдар болатын болса, ата-аналары, бауырлары деген сияқты бастап жатқан болатын болса, ең бірінші ол ішкі стержен, өзің үшін өмір сүр. Ол не означает, мен 25-сің ба, 35-сің ба, 45, 55, 70-сің ба, просто өзіңді жақсы көріп, өзім үшін ғана. Ол эгоистікке жатпайды. Адамдар эгоистікпен шатастырады. Ой, эгоист қой, эгоист болып кеткеннен өзім. Сен өзің толыспасаң, өзіңде болмаса, өзіңде денсаулығың болып жүре алып біреуге көмектесе алмасаң, өзіңде ақшаң болмаса, халыққа қалай көмектесесің? Бұл жерде эгоистік деген не? Өзің үшін өмір сүріп, елдерге жақсы болып, жақсы өмір сүріп, жан-жағыңа шуақ шашу деген не деген сияқты. Осы екеуін бөліп алу керек. Өзің үшін өмір сүру эгоистік емес. Ол бақыт, ол ризық, ол жақсылық, ол болашақтың қамтуы, ата-анаңның, бауырларыңның, балаларыңның болашағы, жан-жағыңдағы адамдарға нұр шаша алуың үшін сен өзің болысып толысуың керек. Бос ыдыстың ішінде, бос ыдыс ішінде су жоқ. Сен мынаның ішінен су іше аламын, су ішуім керек деп айта аласың ба? Жоқ, өйткені оның пустой екенін білесің да, пустой ыдыс жан-жағына ештеңке бере алмайды. Оның ішінен ешкім ешқандай құнарлы не ала алмайды. Ал сол ыдыстың ішінде бал тұратын болса, тола бал тұратын болса, адамдар ол ыдыс жан-жағына уже былай құйып бере алады. Бос ыдыс жан-жаққа ештеңке құйып бере алмайды. Осы бір дүниені түсіндіргім келді.